Сәлем достар, бүгін тақырып жүректің ишемиялық ауруы, стенокардия, классификациялары, негізгі критерийлері, патогені жайлы болмақ. Жүрек ишемиялық ауруы, немесе ИБС дейді, ишемическая болезнь сердца. Ол негізінен анықтамасы қарапайым тілмен түсіндірсем, жүректің миокардына оттегінің жетіспеушілігі нәтижесінде пайда болатын ауру ишемиялық ауру дейді. Яғни ишемия деген кислородтың жетіспеушілігін айтады. Ол жаңағы острый және хронический деп бөле аламыз. Острый состоянияларына ишемиялық ауру, например, инфаркт жатып алады, ОКС және с подъемом, без подъема. Хроническийлеріне ретінде мысалға стенокардияны алуға болады. ИБС-тің өзінің бірнеше формалары бар. Біріншісі, жазып қойын. Формалары. Біріншісі, кенеттен внезапная коронарная смерть дейді. Кенеттен болатын өлім. Осы жаза берейін. Внезапная коронарная смерть. Екіншісі, стенокардия жатады. Оның ішіне кіреді. Яғни стабильная, нестабильная стенокардия. Үшінші түрі. Жүрек инфарктісі. Инфаркт миокарда. Есті тішесінің көтерілуімен және есті тішесінің көтерілуінсіз. Төртінші формасына постинфарктный кардиосклероз дейді. Соны жатқызамыз. Бұл жаңағы жүрек инфекция, ишемиялық ауруының созылыңқы түріне жатады. Бесіншісі, жүрек ритм бұзылысы жатады. Алтыншы формасына жүрек жеткіліксіздігі жатады. Оны біз алдыңғы сабақта айтып кеттік, видеодан көрсеңіздер. Жетінші формасына безболевая ишемия дейді. Мұндай да түрі болады екен. Онда клиникасы болмайды, бірақ инструментальды исследование кезінде, мысалы ИКГ-да ишемия көрсетіп тұрады. Безболевая дейді оны. Сегізінші түрі микроваскулярный синдром дейді. Синдром X деген бар. Бұда керісінше. Клиникасы болады, бірақ ЕКГ-да жүрек эхосында, мысалы жүрекке коронография жасағанда изменение болмайды. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы. Сонымен айтылған 8 формалар, бұның барлығы жүректің ишемиялық ауруына жатады. Мысалы диагноз қоярда да, мысалы стенокардия деп бірден басталып кетпейсіз. Ең бірінші ИБС деп, яғни ИБС-тің бір түрі стенокардия. Осының ішінде ең бір жиі кездесетін актуальный бізде внезапная коронарная смерть ол түсінікті. Кардиогенный шок дамып, отек легких дамып, өте жылдам жүретін процесс. Стенокардия туралы тоқталамыз, инфаркт миокардия жайлы тоқталамыз қысқаша. Потом жүрек ритм бұзылысы, жүрек жеткіліксіздігі айтылды. Безболевая 8 пен 7-8-ні келесі жолы айтамыз. Ең бірінші мен осы өткенде лечениесі туралы айтып кеттім, ОКС-тің. Енді ОКС-тің өз жайлы қысқаша тоқталсам. Так. Жіті коронарлы синдром, ОКС. Атында тұр, острый коронарный синдром. Симптом, синдром, диагноз деген ұғымдар бар. Бұл синдром қандай? Острый, жедел. Қай жердің синдромы? Коронарлы қан тамырының, яғни жүректің қамтамасыз ететін, питация ететін екі коронарлы қан тамырының ишемиясы кезінде пайда болатын синдром. Сонымен қоса өзінің клиникасын беретін, дискомфорт, төс астындағы ауырсыну, жүретін ұзақтығы 20 минутқа тай болатын, және ЕКГ-да S-тің көтерілуімен көтеріліс жүретін синдромды ОКС деп атайды. Оның екі түрі бар. Мындай түрлері бар. ОКС подъеммен, есті тішесінің көтерілуімен, есті тіс көтерілуінсіз. Есті тісінің көтерілуі дегеніміз не? Ол дегеніміз жаңағы коронарлы сосудтың қан тамырының проходимості 90%-ға дейін бітелді деген сөз. Яғни бұны немесе қызыл тромб деп атайды.
бляшка артерия, склеротический бляшка, қан тамырларын почти толық жапқан кезде ол с подъемом жүреді. Және ол өзі екіге бөлінеді соған қарай. Инфаркт миокарда с ку түсшесіменен және инфаркт миокарда без ку түсшесімен. Инфаркт миокардының өзінің екігі критерийлері бар ғой, жаңағы ст түсшесінің көтерілуі 2 мм жоғары, және де провал зубца R дейді, R түсшесінің жоғалып кетуі, патологический ку түсшесінің немесе QS-тің пайда болуы, осы негізгі критерийлер. Сонда міне ОКС подъемы бізде ку түсшесімен және ку түсшесін деп патологический ку деп бөлінеді екен. Ал без подъемы кезінде бізде бұл енді без подъемы деген ол просвет, коронарный просвет толығымен жабылмайды, оны ақ тромб деп атайды, немесе бір ұғым. Ол кезде жартылай болсын жүрек әлі кислородпен питаться етіп тұрады, сондықтан ол без подъемы деп атайды. Өткенде лечениесінде айттым, екеуінде сол үшін мысалы ОКС кезінде с подъемы кезінде және тромболиз терапиясын жүргізеді дедім. Сондықтан жүргізеді. Және де дәрілерін бергенде ОКС подъемында дозировкалары көп, сол үшін. Так, келе бұған нестабильность стенокардия жатады. Нестабильность стенокардия және инфаркт миокарда без зубца ку. Осылай бөлінеді. Және де жатқызуға болады бұған жаңағы кенеттен коронарлы өлім, внезапная смерть. Коронарная смерть. ОКС без подъемда нестабильность стенокардияны инфаркттан айырмашылығы, инфаркт миокард без ку түсшесі айырмашылығы, мына нестабильность стенокардияда тропонин теріс болады, мында тропонин оң болады. Келесі біз стенокардияға тоқтала кетейік. Стенокардия бұның жаңағы тұрақты және тұрақсыз деп екіге бөлінеді. Стабильная стенокардия, нестабильная. Екеуінің айырмашылығы, стабильная ол мысалға белгілі бір себептермен, мысалы физикалық күштеп жасағанда, стресс, мысалға суық погодаға шыққан кезде бұл өз коронар сосудтарына бітеліп, жаңағы физикалық жүктеме кезінде кислород жетіспей, сол кезде ғана пайда болады стабильный стенокардия. Ол нитроглицеринмен купируется етеді. Купируется нитроглицерины. Нестабильный деген бұл уже тұрақсыз стенокардия. Ол и тыныш жағдайда да пайда бола салуы мүмкін. Кез келген жерде пайда бола салады. Ол мынаған қарағанда кішкене последствиясы өте жаман. Бұндай нестабильныйларды сразу стационарға госпитализация етеді. Басында стенокардия стабильный болып басталады. Яғни ол қандай стенокардия? Міне ол мынандай стенокардия. Оның мынандай 11 признактары бар стенокардияның. Жалпы бұл стенокардия дегеніміз не? Бұл да синдром. Төс артындағы ауырсынумен, қысып ауырсынумен, әртүрлі жерлерге локализация, иррадиациямен жүретін жүрек ишемік ауруының бір түрі болып табылады. Оның мынандай бір өзінің признактары бар. Біріншісі осы стенокардияға тән признактар. Локализациясы. Орналасуы. Стенокардия төс артында ауырсыну болады. Жүректің шында емес, төс артында ауырсыну болады. Жаңағы қысып, күйдіріп, батып ауырады. Соны айтады локализация дегеніміз. Екіншісі признагі таралуы, иррадиация. Иррадиация ол жаңағы төменгі иекке, жауырынға, подлопатка, екі жауырын арасына, арқаға, сол жақ қолдың ұйуы, сол жақ қолға, іш жаққа беруі мүмкін иррадиациясы. Үшіншісі уақыты, продолжительность. Ұзақтығы 15-20 минутқа дейін. Бұл осы стенокардияға тән критерий. 15-20 минут аралығында болады ұзақтығы. Төртіншісі жаңағы характер боли дейді. Ауырсыну қандай характер болу? Ол жаңағы күйдіріп ауырсынады, жгучая боль. Немесе батып ауырсыну мүмкін.
ең негізгісі осы күйдіріп ауырсыну. Күйдіреді. Бесіншісі приступообразность дейді. Ұстамалы ауырсынады. Жаңағы ұзақ, мысалы асқазан ішек жолдарында ауырсыну сияқты, панкреатит деген сияқты ұзағынан ауырмайды. Ноющий боль дейді, оның тамында күйдіріп ауырсынады. Резко ұстап, резко басталады. Келесі интенсивтілігі, интенсивность. Өте күшті ауырсынады. Ауырсыну күштілігі андай максималды деңгейде. Сондай болады. Интенсивті ауырсыну. Потом жаңағы неден пайда болды және немен не істейді, басылады. Условия дейді, условия, вызывающие прекращение боли. Неден басталды? Мысалға, тыныш отырып басталды ма? Бір қайда физикалық жұмыс кезінде басталды ма? Неден басылады? Например, нитроглицерин бергенде басыла ма? Сол туралы. Бұл осындай критерийлер негізгі. Келесі. Так. Келесі критерий. История возникновения дейді. Қашан басталды, например. Жаңағы ұзақтығын сұраған сияқты, неден басталды, сол туралы сұраймыз. Одан кейін жаңағы связь с физнагрузкой. Физикалық жүктеумен байланысты ма, байланыссыз ба? Соны сұраймыз. И қосымша аурулары. Ауруға қалды. Қандай еді? Орналасу или продолжительность, характер, приступообразность, интенсивность, условия возникновения, история возникновения. Келесі однотипность дейді. Однотипность деген өзіне тән клиникасы болады. Стенокардияның. Келесі, бұл 11 принцип. Келесі формулары. Типичный дейді. Егер осы признактардың үшеуі кездессе, ол нағыз стенокардия деп аталады. Екіншісі атипичный дейді. Осы признактардың екеуі кездессе. Атипичныйға жаңағы абдоминальный формасы. Жатқызамыз. Абдоминальный деген мысалға ондай пациенттерді көбінесе шатастырып, панкреатитпен шатастырып, холецистпен шатастыруға болады. Язвамен шатастырады. Ондай пациентке ЭКГ түсірсе, например, онда острый коронарный синдром, ИБС көрсетеді ЭКГ-да. Яғни диагностика жасау керек осындай кезде. Церебральный деген түрі бар. Бас ауырады, бас қатты ауырады, головокружение болады, высокое давление церебральный түрінде. Өкпелік легочный түрі бар. Өкпеге тән клиника береді, жаңағы одышка. Осындай түрлері бар. Келесісі некардиальный дейді. 11 признактың біреуде болмайды. Некардиальный дейді. Так, одан кейін классификациясы. Келесі түрі классификациясы. Функционалды класстар бойынша. Бұл канадская классификация дейді. Бірінші класс. Функционалды класс бұл кезде қарапайым физнагрузкаларды жақсы көтереді. Тек жоғарғы интенсивті нагрузка кезінде приступ пайда болады. Екінші классында қарапайым физикалық жұмыстың кішкене ограничениясы болады. Жүрген приступтар жаңағы адам жай жүрген кезде, 200 метрден артық жүрген кезде, немесе бір этаж, екі этаж көтерілген кезде не бойынша. Сонда одышка пайда болады, клиника пайда болады екінші класста. 200 метр жүрген кезде.
3 класс. Обычный физнагрузка кезінде выраженная одышка клиника береді. Приступ 100 метр, 200 метр аралығында жүрген кезде пайда болады. 4-ші классы 100 метрге артық жүрген кезде уже клиника береді. Болмаса жай в покое тыныштық қалыпта да приступтар басталуы мүмкін. Бұл функционал класстары бойынша. Келесі нестабильный стенокардия дейді. Нестабильный стенокардия. Бұл дегеніміз, бұл да ИБС-дің остров түріне жатады. Бірақ бұнда миокард жүрек бұлшықеті некрозға ұшырап үлгермейді. Бұда некроз әлі дамымайды, оған жетпейді. Бірақ бұл да острый инфаркт түрінде, ИБС-дің түрі, тропонин отрицательный болады. Оның да бірнеше класстары бар. Бұл басында жаңа айттым, стабильный стенокардияны болып тұрады. 11 признакымен жүреді, стабильный стенокардия ретінде. Одан кейін ары қарай уже нестабильный стенокардия ұласады. Классификациясы. Біріншісі, бірінші рет первый возникший стенокардия дейді. Первый возникший стенокардия. Ұзақтығы 2 айға дейін. Екіншісі прогрессирующий стенокардия. Бұл стабильный стенокардияның асқынған түрі десе болады, обострениесі десе болады. Бұл кезде стенокардияның ұзақтығы өзгереді. Және де нитраттарға эффектісі нашарлайды. Нитраттар әсер етпейді. Және ұзақтығы 2 айдан жоғары. Бұл кезде уже функционал класс 3-ке баруы мүмкін. 3, 4. Үшіншісі постинфекционный стенокардия дейді. Бұл дегеніміз, постинфарктный дегеніміз, жаңағы инфаркт болғаннан кейін тромболизис терапиясы дұрыс жасалмаған кезде пайда болатын стенокардия. Яғни тромболиз дұрыс жасалмаған кезде тромбтар қалып қалады да, коронарлық сосудтарға қарай стенокардия клиникасын береді. Бұл до 2 недель от развития инфаркт миокарда дейді. Төртінші түрі стенокардия перисментала дейді. Вазоспастическая стенокардия. Дегеніміз, коронарлық сосудтар бұл кезде спазм болып қалады. Оған негізгі көмегі антагонист кальций береді. Бұл осымен ғана немесе эффектісі болады антагонист кальций беру арқылы. Енді сіздерге ОКС подъемының екі критерийлерін айтып кеткім келіп тұр. Бұл енді врач общий практикада терапевтерге де керек нәрсе, себебі ОКС-ті өткізіп алмау, ең бірінші инфаркт өткізіп алмау әрбір врачқа міндет. Қандай врач болсын, ОКС-ті білу керек. Сондықтан осы негізгі критерийлерін айтып кеткім келіп тұр. Ол есті тішесінің көтерілуі барлық отведенияларда 1 миллиметрден жоғары болу керек. Бірінші критерийлі барлық отведения. Есті тішесінің көтерілуі G точкасында, G нүктесінде, ол G дегеніміз V1 және V2, V3. V3 Вильсондарда, ер адамдарда 40 жасқа дейінгі 2,5 миллиметрден көп болады. 40 жасқа дейінгілерде 2,5-ден көп болады. 40 жас и одан
үлкендерде так ана жаққа ескердім. 40 жасқа дейінгілерде 2 мм, 40 и одан үлкендерде 2,5 мм артық болады. Екінші критерийі. Үшіншісі В1, В3 отведенияларында, әйел адамдарда. Әйел адамдарда 1,5 мм артық болып, үлкен болу керек. Немесе барлық отведенияларда 1 мм-ден артық емес екен. Тек бір при отсутствии гипертрофия левого желудочка и блокада левой ножки пучкейся. Егер осы әйел адамдарда екігісінде В1, В3-те гипертрофия болса, левый желудочкада болса, екігісінде и блокада левой ножки болса, онда мынау критерий жүрмейді. Бұл критерий тек мына екеуі болмаған кезде ғана барлығы тең 1 мм артық болса, ОКС деп есептеуге болады, немесе 1,5-ден жоғары болса, ол ОКС деп есептеуге болады. Так, төртінші критерий көрініп тұр мұнда. Төртінші критерий. Егер задний инфаркт миокардыға подозрение болған кезде, ол дегеніміз екінші, үшінші АВФ. Яғни осы жерде подозрение болған кезде, значит, подиум немесе В1, В3-те зеркальные изменения, депрессия есті болады. Бұл задний инфаркт подозрение кезінде. Когда электродты алып В7, В9-ды түсіру керек. Онша қарыншаның инфарктісін подозрение еткен кезде. Оның негізгі критерий 2-3 АВФ-тан подиум көп болса, немесе зеркальный В1 депрессия есті болса, 0,5 мм-ге. Онда уже подозрение на правый желудочный инфаркт. Бұл осы негізгі критерийлер. Келесі. Бұл кезде өткен видеода айттым мен, алғашқы көмек кезінде жаңағы нитраттарды бұл кезде бермейді. Инфаркт миокардасы, оң жақ қарынша инфаркт миокардасы кезінде бермейді дедім. Бұл кезде жидкость капать етеді. Келесі ОКС без подъема есті ЕКГ критерийлері. Барлық отведенияларда есті тішесі 0,5 мм-ге төмен. Барлық отведенияларда. Тек исключение нотобене, тек қана В1, В3-те 1 мм-ден төмен болу керек. Бұл без подъема сегменті деп